18 ғасырдың басында қазақ хандығына қауіп төндірді. Батыстан ноғайлар, башқұрттар, еділ қалмақтары мен жайық казактары. Солтүстіктен Сібір татарлары мен Сібір казактары, шығыстан ойраттар, ал оңтүстіктен Бұхара мен Хиуа билеушілері. Яғни қазақ жері дәл ортасында тұрған, жан-жақтан қыспаққа алынған кең дала еді. Солардың ішіндегі ең қауіптісі жоңғарлар болды. Жоңғар хандығы 17 ғасырдың ортасында күшейе бастады. 1635 жылы Батыр Қонтайшы жоңғар мемлекетін құрып, ал 1640 жылы олар далалық жарғы деп аталатын қатаң заң қабылдап, 100 мыңға жуық әскері бар тәртіпті мемлекетке айналды. Жоңғарлар тек қылышпен ғана емес, мылтықпен және зеңбірекпен де соғысты. Оларды европалық әскери техникаға тұтқынға түскен швед офицері Йоганн Густав Ренат үйреткен. Сондықтан жоңғар әскері сол кезеңдегі даладағы ең қауіпті күшке айналды. 1680 жылы Тәуке хан билікке келді. Оның тұсында қазақ хандығы қайтадан орталықтанды, ішкі алауыздық азайды, ел біршама тұрақтанған еді. Бірақ жоңғар қаупі тоқтаған жоқ. 1681-1684 жылдары жоңғар қонтайшысы Галдан Бошокту Жетісуды басып алып, сол өңірге өз ордасын көшірді. Қазақ пен жоңғар арасындағы шекара Шу өзені бойымен өтті. Тәуке хан өмірден өткеннен кейін жағдай күрт өзгерді. Қазақ жүздерінің арасындағы бірлік әлсіреді. Осыны пайдаланған жоңғар билеушісі Цеван Рабдан шешуші соққы жасауға дайындалды. 1722 жылы жоңғарлармен ұзақ соғысып келген Қытай императоры Канси қайтыс болды. Бұл жоңғарларға Қытаймен уақытша бейбіт келісім жасауға мүмкіндік берді. Ал келесі жылы 1723 жылы жоңғар әскері қазақ жеріне жаппай шабуыл бастады. Талас өзені бойындағы қазақ қоныстары күйреді. Жоңғарлар 1725 жылы Ташкентті, Түркістанды басып алды. Халық қырғынға ұшырады. Қазақтар оңтүстікке, Ферғана мен Хорезмге, батысқа, Жайыққа қарай босып кетті. Бұл тарихта Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деп аталды. Шәкәрімнің дерегі бойынша сол жылдары қазақ халқының 3-тен 2-сі қырғынға ұшыраған. Бұл жай ғана бір соғыс емес еді. Бұл халықтың жадында қалған ең ауыр ұлттық қасірет болды. Ақтабан шұбырындыдан кейін қазақ халқы ең ауыр кезеңін бастан өткерді. Бірақ дәл осы қасірет қазаққа бір шындықты түсіндірді. Енді ішінара бөлінуге болмайды. 1723 жылы жағдай күрделі болды. Әбілқайыр хан жоңғарға қарсы толық күшпен шыға алмай отырды. Себебі батыста еділ қалмақтары қауіп төндіріп тұрды. Ол 20 мың жауынгері бар жасақты алып, қалмақтарға бірнеше жеңісті жорық жасап, өз тылын қауіпсіз етті. 1724 жылы қазақ қолы шабуылға көшті. Әбілқайыр бастаған әскер қазақ астанасы Түркістанда жаудан қайтарып алды. Отырар, Сайрам, Шымкент секілді маңызды қалалар азат етілді. Бұл жай ғана әскери жеңіс емес, рухтың көтерілуі еді. Қазақ әскері қайта күшіне ене бастады. 1725 жылы Шақшағұлы Жәнібек батыр Қорғалжын көлі маңында жоңғарларға соққы берді. Бұл да қазақ жасағының белсенді қарсы шабуылға шыққанын көрсетті. Бірақ жоңғар мемлекеті әлсіз емес еді. Олар зеңбірекпен, мылтықпен қаруланған тәртіпті әскер ұстады. Қысымды күшейтіп, қайта шабуыл жасады. Нәтижесінде Түркістан тағы да жау қолында қалды. Яғни уақытша жетістіктер болғанымен түбегейлі бетбұрыс әлі болмаған еді. Осы кезде қазақ қоғамы бір шешімге келді. Бытыраңқы соғысумен жеңіске жету мүмкін емес екенін түсінді. 1726 жылы Қазақстанның оңтүстігіндегі Ордабасы тауының етегінде бүкіл қазақты құрылтай өтті. Бұл тарихи сәт. 300-дің хандары, сұлтандары, билері мен батырлары жиналды. Ұлы жүзден Төле би, орта жүзден Қазбек би, кіші жүзден Әйтеке би, 300-дің тірегі болған билер осы жерде бас қосты. Құрылтайды аға хан болған Болат хан ашты, бірақ нақты әскери басқару тәжірибелі қолбасшыларға тапсырылды. Бүкіл қазақ жасағының бас қолбасшысы болып Әбілқайыр хан сайланды, ал бас Сардарбегі болып Бөгенбай тағайындалды. Ең басты өзгеріс 300 әскері бір орталыққа бірікті. 1728 жылы шешуші шайқас өтті. Ұлытаудағы Бұланты мен Білеуітті өзендерінің аралығында Қара сиыр деп аталатын кең жазықта қазақ әскері жоңғарларға қарсы тұрды. Қазақ қолының саны шамамен 60 мыңға жетті. Жоңғарлар да қалың қолмен келген еді. Қанды шайқаста жоңғарлардың 10 мыңға жуық жауынгері қаза тапты. Қазақ жасағы ірі жеңіске жетті. Осыдан кейін бұл жер қалмақ қырылған деп аталып кетті. Бұл жеңіс Қазақстанның солтүстік батыс өңірін азат етті. Бірақ соғыс әлі аяқталмаған еді. Ал алда қазақ тарихындағы шешуші кезең Жетісу үшін болатын үлкен шайқас күтіп тұрды.
Бұл Аңырақай шайқасы. Аңырақай қазақ халқы жоңғарларға күйрете соққы берген, соғыстың бағытын өзгерткен шайқас. 1730 жыл көктем, Балқаш көлінің оңтүстік батысы Итішпес Алакөл маңы 300-дің әскері бір тудың астына жиналды. Бас қолбасшы кіші жүздің ханы Әбілқайыр хан. Шайқастың алдында жекпе-жектер өтті. Сол жерде жас сұлтан Әбілмансұр жоңғар батыры Шарышты өлтіріп, алғаш рет елге танылды. Кейін біз оны Абылай хан ретінде білеміз. Негізгі ұрыста қазақ жасағы жоңғарларды ойсырата жеңді. Жетісу өңірі азат етілді. Жоңғарлар шегінді. 100 жылға созылған соғыста нақты бетбұрыс жасалды. Бірақ жеңістен кейін саяси мәселе басталды. Аға хан болып отырған Болат қайтыс болды. Енді бүкіл қазақтың ханы кім болады деген сұрақ шықты. Бұл орынға Әбілқайыр мен Сәмеке дәмелі болатын. Екеуі де беделді, әскери тәжірибесі бар тұлғалар еді. Алайда аймақ басшыларына билік басында аса күшті, ықпалды тұлғаның отырғаны тиімді болмады. Сол себепті айтулы қызмет атқармаған, саяси тұрғыдан әлсіздеу Әбілмәмбет хан болып сайланды. Әбілқайыр хан бұл шешіммен келіспеді. Ол өз жасағын алып кіші жүзге кетіп қалды. Осылайша біріккен қазақ әскері ыдырай бастады. Әбілқайыр енді сыртқы тірек іздейді. 1730 жылы ол Ресеймен әскери одақ құру идеясын ұсынады. Осы мақсатта Сейітқұл Қойдағұлұлы мен Құтлымбет Қоштайұлы Петербургке жіберілді. 1731 жылы 19 ақпанда Анна Иоановна кіші жүзді Ресейдің қол астына алу туралы грамотаға қол қойды. Сол жылы Тевкелев бастаған елшілік қазақ даласына келді. 1731 жылдың 10 қазанында Ырғыз бен Тобыл өзендерінің аралығындағы Майтөбе шатқалында Әбілқайыр хан мен 29 қазақ старшыны Ресей империясына адалдық жөнінде ант берді. Яғни Аңырақай шайқасы әскери жеңіс әкелді, бірақ ішкі саяси алауыздық сол жеңістің толық нәтижесін пайдалануға мүмкіндік бермеді. Міне, тарихтың сабағы осы жерде жатыр. Сыртқы жауды жеңу жеткіліксіз, бірлікті сақтай білу одан да маңызды.